Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бауырсақтың өте сәтті рецепттерінің бірімен бөлісетін боламын. Бауырсақтарыңыз үлпілдеп, жұмсақ және де дәмді болып шығатын болады. Ол үшін ең алдымен құрғақ ыдысымызға сүт және суды құямыз. Біздің сүтіміз бен суымыз жылы болуы қажет. Қатты ыстықта болмауы керек, өйткені біздің ашытқымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Одан кейін ашытқы, тұз және де қант қосамыз. Біраз қасық майонез, сұйық май қосамыз. Майонез қосатын болсаңыздар, сіздердің бауырсақтарыңыз өте жұмсақ болып шығады. Барлық қоспамызды жақсылап араластырамыз. Одан кейін алдын ала електен өткізілген ұнымызды екіге бөліп қосамыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп қосуымыз керек. Сонда біздің бауырсақтарымыз үлпілдеп, жақсы көтеріліп, әдемі болып шығатын болады. Бізде жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр пайда болады. Дайын болған қамырымыздың бетін осылай пакетпен жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Ашыған қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Егер қолдарыңызға жабысып жатса, кішкене ұн сеуіп жіберсеңіздер болады. Міне мен қамырымызды жайып қойдым. Көріп тұрғандарыңыздай қатты қалыңда, қатты жұқада емес. Қамырымызды қатты жұқа етіп, басып жайып тастауға болмайды. Бауырсақтарыңызды кез келген пішінде кесіп алсаңыздар болады. Мен өзіме ыңғайлы осы 4 бұрышты пішінде кесіп алдым. Кесіп дайындап қойған бауырсақтарымыздың бетін кеуіп кетпес үшін осылай пакетпен жауып қоямыз. Енді бауырсақтарымызды қызып тұрған табада, яғни қызып тұрған майда пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің бауырсақтарымыз өте әдемі болып көтеріліп пісіп жатыр. Бауырсақтарды қатты қызартпай, осылай кішкене сары болған кезінде алсаңыздар әдемі көрінеді. Пісіп шыққан бауырсақтарымыздың майын міндетті түрде сорғытып аламыз және астына қағаз сүлгі төсеп қойыңыздар, сонда қатты майлы болып кетпейді. Қалған бауырсақтарымызды да осылай екі жағын қатты қызартпай пісіріп аламыз. Осымен біздің үлпілдеп, әдемі және де дәмді болып шығатын бауырсақтарымыз пісіп шықты. Сіздерге де дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.